True, false, not given сұрақтарын үнемі шатастыра беретін болсаңыз, меніңше сіз мүмкін бір қателікті үнемі қайталап жасай бересіз. Соны болдырмас үшін біз әрине осы жерде талқылайтын боламыз, және жалпы алғанда осы IELTS-тың ресми жаңағы экзаменаторларының өзі де үнемі былай белгілейді. Олар үнемі осылай айтады. Яғни осы IELTS-тағы true, false, not given reading-дағы сұрақтарының өзінің қиындығы осы false-ты not given-мен ажырата алмау деп өздері де айтқан болатын. Иә, әрине сондай. Яғни сіз false қай кезде белгілейсіз? Егер тұжырымдама, сұрақтағы тұжырымдама мәтіндегі ақпаратпен сәйкес емес, қарама-қайшы болатын болса, сіз false деп белгілеуіңіз тиіссіз. Ал егер not given болса, ол әрине тұжырымдама осы мәтінде болмайды. Соны ажырата білуіміз керек, ондай белгілі бір қиындықтары бар. Яғни сол қиындықтарды біз болдырмас үшін жаттығуымыз керекпіз. Сондықтан қазір біз сізбен талдаймыз. Ал және де тағы бір кездесетін жағдай, 90% оқушылар осы true, false, not given-нің сұрақтарының жауаптарын бал ашып, сөйтіп белгілейтін сияқты болып көрінеді. Соны болдырмас үшін біз сізбен қазір true, false, not given-ді талқылайтын боламыз. Жалпы сұрақтардың көрінісі былай. Міне сұрақтар осылай көрінеді. Бұл 20-шы IELTS тест жинағы. True, false, not given сұрақтары міне осылай келеді. Енді бұл жердегі бізде нұсқаулық не дейді? Мына нұсқаулықтың өзі де айтып тұр міне. True if the statement agrees with the information. Mark false if the statement contradicts the information not given if there is no information on this. Мына нұсқаулықты үнемі қайталап оқи берген жөн болады. Себебі осы нұсқаулықтың өзі де бізге айтып тұр. Қай кезде нені белгілеу керек екенімізді. False-ты ұмытпаймыз. Егер тұжырымдама мәтіндегі жазылған ақпаратпен қарама-қайшы болса, false-ты белгілеу керекпіз. Not given деп қай кезде белгілейміз? Егер тұжырымдама, мына жердегі айтылған осы біздегі ақпаратпен, мәтіндегі ақпаратпен мүлдем жаңағы табылмаса, ақпарат ол жоқ болса, яғни ол қарама-қарсы деп те айта алмайды. Немесе сол тұжырымдаманы мына жерде хабарламайды да. Сол кезде not given-ді біз белгілеуіміз керек. Сол кезде бізде барлығы күшті болады. Яғни, осы жерде осы нұсқаулықты оқып болғаннан кейін түсініп алғандықтан, енді біз жаттығуымыз керек. Жаттығу үшін оның алдында тағы да белгілі бір бізде күшті жаңағы тәсілдер бар. Осы true, false, not given-нің шешімін табуға оңайлататын, өмірімізді жеңілдететін тәсілдер бар. Сонымен бөлісіп кетейін. Жалпы мен өзімнің оқушыларыма не деп айтам? True, false, not given-ді жасаған кезде бізде үнемі баста тұратын нәрсе осы сұрақтың жауаптары мәтінде осы кезек-кезек ретімен келеді. Яғни мен 8-ші сұрақтың жауабын тапсам, мына басынан тапсам, мен оны ары қарай жаңағы 9-ші сұрақтың жауабын ары қарай осы абзацтан кейінгі абзацтардан іздеймін. Яғни мен артқа қайтып бармаймын. Бұл ең күшті нәрсе, өйткені ол уақытты үнемдетеді. Қарап тұрсаңыз, және де бұл тәсіл арқылы, бұл осы нәрсені білгеніңіздің арқасында сіз ары қарай 9, 10, 11, 12, 13-терде тезірек жылдамырақ таба алатын боласыз, жауаптарын таба алатын боласыз. Сондықтан осыны есте сақтаған жөн. Одан кейін әрине біз keywords-пен, маңызды сөздермен, жер су аттарымен, адамның аттауымен, аттарымен, жаңағы жыл, мекен, аймақтардың, жер су аттардың осы барлық маңызды сөздерін арқылы оңайырақ табатын боламыз. Содан соң, бұл жерде тек қана keywords, адамның атаулары, жылдар ғана емес, мекеннің атауы ғана емес, оның үстіне етістіктер, қимыл, іс-әрекеттер де маңызды. Иә, егер сіз оны естімесеңіз, сонда қазір екеуміз сізбен қарайтын боламыз. Неге іс-әрекеттер қатты маңызды екенін көрсетеміз, және де сын есімдер қатты маңызды. Сын есім, үстеулер, осындай жақсы сөздердің астын сызу арқылы миымызға белгілеп алудың арқасында біз осы ақпаратты жылдамырақ табамыз. Жақсы ма? Енді сол жылдамырақ табудың дәлелі міне қазір болады. 8-ші сұраққа біз қазір келейік, жөнелейік. 8-ші сұрақта не дейді? Georgia O'Keeffe's style was greatly influenced by the changing fashions in art over the 7 decades of her career. Міне қарап тұрғаныңызда Georgia O'Keeffe ол бізде маңызды сөз әрине. Одан кейін greatly influenced. Мынау да өте жақсы үстеу. Influenced міне етістік. Was influenced. Қимыл әрекеттерде өте маңызды. Changing fashions in art over the 7 decades of her career. Одан кейін осы маңызды тұжырымдамадағы маңызды сөздерді біліп, түсініп, оқып алғаннан кейін біз енді мәтіннің өзіне көшеміз. Бұл жерде толық еш нәрсені оқымайсыз, сізге осы сөздердің, keywords'тардың баламасын табу маңызды.
Ал енді оқитын болсақ, біз әрине бірінші абзацтан қарап бастаймыз. Себебі осы сұрақтар бізде басында орналасып тұр ғой. Бұл тест бірінші. Тест міне passage, reading passage бір деп тұр. Бірінші тест болғандықтан сіз басынан бастап осы көз жүгіртіп, осы keywordстардың баламасын табуға ұмтылатын боласыз. Яғни мен басынан бастап оқимын. 7 decades міне таптық. Одан кейін remarkably she remained independent from shifting art trends and her work stayed true to her own vision, which was based on finding the essential abstract forms in nature. Яғни осы сөйлемдер бізде өте маңызды сөйлемдер. Неменеге? Өйткені бізде 7 decades бар. Міне 7 decadesті таптық. Одан кейін career, әрине career осының барлығы осы жерде. Оның career деген мағынасы осы жерде табылған, иә. Одан кейін сосын бізде мында greatly influenced. Енді қарайып көрейік. Мында greatly influenced бар ма? Remained independent деп тұр. Қарасаңыз, мына жерде greatly influenced by the changing fashions in art, яғни өнер жолындағы жаңағы сәннің өзгеруіне байланысты оның мансабы құрылды деп тұр да. Мансабы соған байланысты ол шабыттанып, соған байланысты өзінің ісімен айналысты дейді. Ал мында remarkably she remained independent. Ол тәуелсіз болды дейді. Мінекей, қарасаңыз, мында was greatly influenced, бағанағы мен өтіп кеткен жаңағы етістіктер де маңызды, қимыл әрекеттер де маңызды дедім ғой. Мында was influenced десе тұжырымдамада. Ал мәтінде she remained independent дейді. Міне ол кісі үнемі жаңағы тәуелсіз болып сақталынып тұрды. Яғни осы жаңағы өнердің трендтеріне онша қатты аса маңызды жаңағы маңызды ешқандай нәрселерді алмады дейді. Яғни өнердегі болып жатқан атышулы жаңалықтарға ілесе бермеді, трендтерге ілесе бермеді, өзімен өзі әйтеуір ісімен айналысып жүрді дейді. Яғни бұл жерде бізде не нәрсе табылды? Бұл бізде үнемі keywordспен жұмыс жасаудың арқасында, және де сол keywordстардың баламасын таба алу, түсіне алу, сол қасиеттің арқасында біз осы бірнеше секундта осы жауапты таптық. Сіз де солай жасай аласыз. Әрине бұл жерде жаттығу керек, және де осы қарапайым осындай аталған жоғарыда атап өткен жаңа тәсілдерді, осындай кеңестерді білсеңіз болды. Енді 8-ден сіз таптыңыз, оны false дейсіз. Әрине бұл false неге өйткені мында айтып өткендей етістік қой, was greatly influenced. Ал мында she remained independent дейді. Ол кісі өзі болды, яғни ешқандай тәуелсіз, ешқандай трендтерге тәуелсіз болды. Сондықтан да мына жауабын false деп белгілеп аласыз. Сосын false деп толық жаза аласыз. F-A-L-S-E деп жаза аласыз, немесе F әрпін белгілеп солай жаңағы жауабыңызды жаза аласыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ, екеуі де дұрыс болады. Енді айтпағым, бұл жерде 8-ші сұрақтың жауабын сіз тауып болғаннан соң не істейсіз? Мына жерде сіз тоқтадыңыз ғой. Мына сөйлемде in nature деген сөйлемде тоқтадыңыз. Ары қарай сіз мына сөйлемді қайтадан оқымайсыз. Себебі мына 9-шы сұрақ ары қарай, осы тұжырымдама ары қарай басқа абзацтарда кездесетін болады. Яғни, әрине сіз бірінші сұрақты оқып болдыңыз, бірінші абзацты онсыз да мен оқымаймын ғой деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ бұл мысалы 11-ші сұраққа да жақсы көмектесетін нәрсе. Мысалы 10-ші сұрақтың жауабы мына жерде табылды. Мына American Public дейді. Сіз одан кейін 11-ді табу үшін мына абзацтарды оқымайсыз. 1, 2, 3-ті оқымайсыз, ары қарай мына 4, 5, 6-ларды оқисыз. Мінекей осындай күшті нәрсесі бар. Осын қолданыңыз, қолданылғаннан кейін осындай жаңағы комментарийге мен қолдандым, жақсы көмектесті деген комментарийіңізді қалдырып кетсеңіз жақсы болады. Мен IELTS оқытушысымын. Яғни осы менің блогымда көптеген пайдалы IELTS-қа байланысты, жалпы ағылшын General English-қа байланысты жақсы және де сізге шабыт беретін видеолар шығады деген үміттемін. Сондықтан тіркеліп кетіңіз. Рахмет үлкен. Бұл менің short type of content, яғни белгілі бір вертикалды контентке арналған видеомның бір мысалы болды. Рахмет үлкен. Енді біз 9-шы сұраққа көшеміз. Сізбен бірге біз ары қарай жалғастырамыз. When O'Keefe finished high school, she had already made her mind up about the career that she wanted. Жақсы, біз сөйлемді тұжырымдаманы түсініп алдық. Яғни тұжырымдама не дейді бұл жерде? Ол кісі мектеп бітіргеннен соң ол бірден өзінің мансабы туралы ойға көшті, яғни шешім қабылдады өзінің. To make mind up,
to make mind up деген ол бізде белгілі бір шешім қабылдау, яғни онсыз да тапты дейді. Яғни не нәрсеге баратын, қандай оқуға түсетін, жалпы соның барлығын түсініп алды дейді. Яғни біз осы тұжырымдаманы түсініп алдық, енді іздейміз. Біз бағана айтып өткендей, мына жерде біз тоқтадық in nature. Енді бізге іздеу керек мектеп жайлы, қай жерде айтылған. Енді born дейді мынау, ол кісінің жаңағы туылғаны бізге, бірақ мектеп туралы керек қой, сондықтан міне мектептер мына жерде жазылған. Енді оқып көрейік. By the time she graduated from high school in 1905, she had determined to make her way as an artist. Мына сөйлем бізге қатты қажет. Міне көріп тұрғаныңыздай бірнеше секундта осы 9-шы сұрақтың жауабы тап бола келді. Бұндай жағдайлар өте көп кездеседі, яғни осы жердегі сізде тұжырымдаманы түсінік бар болса, тұжырымдаманы түсінсеңіз, сіз бірнеше секундта осылай өте жылдам табатын боласыз. Әрине басқа да сізде ары қарай 40 сұрақ бар ғой, осы толық 40 сұрақ. Сол толық 40 сұрақты солардың жауаптарын жылдамырақ табуға осылай көмектеседі. Түсіне алсаңыз, осы мәтіндегі сөйлемдерді және тұжырымдаманы түсіне алсаңыз, сізге өте оңай болады осы reading. Және де соны сізге тілеймін. Әрине бұл жерде көп жаттығу керек. Жақсы ма? Ешкім аспаннан түскен жоқ. Бұл жерде жалпы ағылшын тілінде көп оқығанның арқасында, ағылшын тілінде көп сөйлегеннің арқасында, тыңдағанның арқасында, жаттығудың арқасында осылай жылдам табамыз. Оған да сіз жететін боласыз, Құдай қаласа. Сонымен біз мына тұжырымдаманы түсіндік. Тұжырымдаманы түсініп болғаннан соң мына сөйлемді тауып алдық соның арқасында, иә. Енді не дейді бұл жерде? By the time she graduated from high school, ол кісі мектепті бітіргеннен соң, she had determined, ол кісі белгілі бір жаңағы ұстанымда болды дейді. Шешім қабылдану, ол to determine дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде to make her way as an artist, өзінің жаңағы мамандығына деген жаңағы ойды қалыптастырды дейді. Сондықтан бұл жерде мына тұжырымдамамен сәйкес келе ма, сәйкес келмей ма, қалай ойлайсыз? Әрине сәйкес келеді. Сондықтан true болады. Та-дам! Түсінікті, иә? Мына сөйлем және де мына сөйлем біздің оқыған by the time she graduated from high school екеуі бірдей. Сондықтан да you should mark it as true. Міне түсінікті. Таптық. Келесі one. Alfred Stieglitz, or maybe Steiglitz. I'm sorry if I'm mispronouncing. Егер дұрыс емес айтып жатсам, кешірім өтінемін мына кісіден, фамилиясын тегісін дұрыстап оқымасам. Alfred Stieglitz first discovered O'Keeffe's work when she sent some abstract drawings to his gallery in New York City. Жақсы. Осы O'Keeffe мына кісінің жаңағы галереясына, Нью-Йорктағы галереясына өзі жібергендіктен осы кісі туралы, O'Keeffe туралы Альфред білді дейді. Яғни бізде мынандай тұжырма бар, білді. She sent, өзі жіберді. Бұл қатты маңызды сөз. Содан кейін мына кісі білді. Осы O'Keeffe'дің бар жайында first discovered дейді. Яғни біз бұл жердегі іс-әрекеттерді маңызды деп білеміз. Өйткені мен сізге тағы да дәлелдеп айтайын, іс-әрекеттер не үшін маңызды екенін. Себебі мында қазір көреміз. Мен сізге мына сөйлемді оқытайын. Себебі мына жерде бізде жоқ, бұл жерде мектеп, South Carolina, Virginia, Texas, бұлардың барлығы бізге керек емес қой. Университет туралы, мектеп туралы. Енді ары қарай біз мына абзацты оқи бастаймыз. Себебі бізде Альфред, мына жерде айтылған. Alfred Stieglitz. Оқыдық. Stieglitz таптық. Енді не дейді? Мында және де не дейді? Мына сөйлемде бар. She sent some of these drawings to a friend in New York, who showed them to an art collector and photographer Alfred Stieglitz. Мінекей, жылдам таптық қайтадан. Көрдіңіз бе? Жылдам өте бірнеше секундта табылады. Яғни бұл жерде ешқандай бал ашудың қажеті жоқ. Осы мәтінмен жұмыс жасайсыз. Тұжырымдаманы түсінесіз. Тұжырымдаманы түсінгеннің арқасында мәтіннен жылдам табасыз. Яғни бұл жерде не дейді? She sent some, өзінің белгілі бір суреттерін өзінің досына жіберді дейді, Нью-Йорктағы. Ал сосын сол досы Альфредқа көрсетті дейді. Ал мұнда тұжырымдама не дейді? Альфред осы жаңағы мына кісі O'Keeffe, Georgia O'Keeffe өзі Альфредқа жібергендіктен O'Keeffe туралы Альфред білді дейді. Жоқ, ондай емес. Сондықтан да жауап қандай болады? False болады. Қарама-қайшылық. Көрдіңіз бе? Мінекей керемет. Бұл жерде not given деп мен белгілей алмаймын, true деп белгілей алмаймын әрине. Себебі қарама-қайшылық тұр. Міне, false.
мында өзі жіберді дейді Альфредқа. Жоқ, біз ол досына жібергенін түсініп тұрмыз. Көрдіңіз ба? To a friend. She sent these drawings to a friend. тұр ғой. Сондықтан мынау да false. Мінекей. Not given деп белгілей алмаймын, өйткені бар. Жалпы кеттік ары қарай 11. O'Keefe was the subject of Stiglitz photographic work for many years. O'Keefe осы жаңағы модель сияқты болған сияқты осы Стиглицке. Ал енді көрейік subject. Стиглицтің фотоға түсіруі барлығы мында Stiglitz encouragement, promise, financial support дейді. Одан кейін recorded Stiglitz celebrated black and white portraits taken of course 20 years. Then to married дейді. The ups and downs of their personal and professional relationships were recorded. Мінекей, тағы да бірнеше секундта тауып алдық. Керемет. O'Keefe өз жаңа Стиглицтің суреттерінің белгілі бір моделі болды дейді 11. Ал мынау не дейді? The ups and downs of their personal, яғни олардың жаңағы қиын кезеңдері және де бақытты кезеңдері, өзінің жаңа жеке өмірлеріндегі және де өздерінің жаңа мамандықтарындағы да жұмыстарындағы да жағдайларының барлығы Стиглицтің суреттерінде, ақ-қара суреттерінде және де ол жерде O'Keefe'дің болғаны, портреттері O'Keefe, яғни соны бейнелеген болуы керек, немесе оны суретке түсірген болуы керек. Сондықтан, мына жерде were recorded дейді, сөйтіп не дейді, жалпы осы, бізде мында was the subject дейді, ал мында portraits of O'Keefe. Міне, осы кісінің модель болғанын көрсетеді. Сондықтан осы екеуі балама болып тұр. Сондықтан 11 бізде қандай болады? Тұжырымдама true болады. Мінекей, көрдік, тамаша. Супер. Яғни тұжырымдама мына мәтіндегі ақпаратпен сай келді. Міне. Кеттік, келесі 12. O'Keefe's paintings of the patio of her house in Abiquiu were among the artist's favorite works. Окей. Оның дәлізі, patio деген дәлізі, яғни белгілі бір кішкентай бақша, дәліз, соның барлығы patio. Үйінің кішкентай бақшасы Абикиудағы осы суретшінің, Джорджияның белгілі бір өте сүйікті өнер туындылары екен. Жақсы, яғни осы жердегі бізде жер суаты қатты маңызды, сондықтан біз бірінші жер суатын табуымыз керек. Жақсы ма? Себебі мында жер суаты мында онша көрсетіліп тұрған жоқ, Абикиу деген жер. Сондықтан мына абзацтарды сіз тастап кетесіз, уақытыңызды жоғалтпайсыз. Міне көріп тұрғаныңыздай, біз Абикиудің өте маңыздылығының арқасында біз мына 3 абзацты оқымадық, уақытымызды кетірмедік, сөйтіп біз барамызда Абикиуді мына жерден тауып аламыз. Міне, көрдік, көрдік. Сонымен мында не дейді? Мен мынаны жылжытайын. Сонымен, яғни біз бұл жерде осы Абикиудің арқасында, осы жердің арқасында, жердің атауының біз мына абзацқа жөнелеміз. Бұл абзацта Абикиу бар. Сөйтіп Абикиудің мына жерде patio деген сөзінде тауып аламыз. Тамаша. Сөйтіп бізде тұжырымдама түсінікті басымызда сақталынып тұр. Сөйтіп енді оқимыз. While both locals provided a wealth of imagery for her paintings, one feature of the Abiquiu house, the large walled patio with its black door, was particularly inspirational. Тамаша. In more than 30 pictures between 46 and 60, she reinvented the patio into an abstract arrangement of geometric shapes. Ары қарай бар ма екен тағы да? Өйткені мында бізде ақпарат не дейді? Оның сүйікті өнер туындылары болған екен. Patioны, өзінің бақшасын, кішкентай бақшасының суреттері оның сүйікті өнер туындылары екен. Мында әлі мен көріп тұрған жоқпын, сондықтан мына абзацты да оқығаным дұрыс болады. Өйткені біз іздеп жатқан ақпарат ол сүйікті өнер туындысы, сүйікті суреті екен. Соны тауып көрейік. Traveled дейді мында, widely traveled, making trips to Asia. Ары қарай жоқ, мында қарап тұрсақ. Мына абзацта жоқ, patio жоқ. Мында да мүлдем болмайды деген сөз, мында жоқ болса. Әрине, сондықтан алысқа бармаймыз. Осы төңірегінде іздедік, patioны таптық, Абикиуді таптық, Абикиу сондықтан бізде бұл нәрсе жоқ, қарап тұрсаңыз. Мұнда тек қана жаңағы мынау patioны тауып тұрмыз, patio міне. Walled patio, өзінің жаңағы қара есігі бар, кішкентай бақшалық дәлізі бар, жер, және де мұнда не дейді? Artist's favorite work. Favorite work жоқ. Абикиу бар,
пейшио бар, бірақ оның осы Джорджияның ең сүйікті өнер туындысы болғаны жоқ. Көріп тұрғаныңыздай қарама қайшылық та жоқ, мына тұжырымдаманың өзі де жоқ, хабарланып тұрған жоқ, сондықтан not given дейсіз. Жақсы ма? Міне осылайша not given табылады бізде. Бұл not given шынымен жоқ қой, өйткені оның сүйікті жұмысы болды ма, басқа болды ма, ол жазылмаған, өкінішке орай. Ары қарай кеттік. Соңғы сұрақ. O'Keefe produced a greater quantity. Міне, produced a greater quantity of work during 50s and 70s than at any other time in her life. Жақсы. Басқа өзінің өмірлік жылдарына қарағанда 50-70 жылдары ол көптеген суреттерді салды дейді. Ал енді іздейік. Жақсы, тұжырымдаманы түсініп алдық. Енді 50-70 жылдарды біз көріп тұрмыз. Міне, бағана бізде 12-ші сұрақта әбеке өте маңызды сөз болды, сондықтан да біз жылдам таба алдық. Мұнда қай сөз ең маңызды десеңіз, мұнда 50-70 жылдар. Осы сөздердің арқасында біз бірден керекті абзац тауып аламыз. Міне, қарап тұрғаныңыздай. Яғни біз уақыт жоғалтпаймыз ғой. Бұл жерде маңыздысы жылдамырақ табу. Өйткені бастапқы сұрақтар үнемі осындай оңайырақ келеді. Оңайырақ сұрақтарды жылдамырақ табуымыз керек. Себебі бізде ары қарай күрделенілген сұрақтар болады, оларға көбірек уақытты сақтап алу үшін біз осылай уақытты үнемдейміз. Сондықтан да маңызды, супер маңызды, супер көзге түсетін сөздерді бірден іздеп тауып алған дұрыс мәтінде. Солайша менің оқушыларым жақсы ұпай алады readingнен. 7,5, 7 ұпай алады. Менде осы өзімнің оқушыларымның нәтижелері мында көрсетілген. Cases деп аталған, мынау осы cases деген highlights та бар инстаграмымда, содан қарасаңыз болады. Менің оқушыларым осы мен жаңағы үйрететін тәсілдердің арқасында өте жақсы нәтижелерге жетіп жатыр, Құдайға шүкір. Сондықтан осыларға танысып шықсаңыз болады, сөйтіп шабыттансаңыз болады. Бұл жерде жаңағы менің бөлісіп жатқаным белгілі бір мақтан болғандықтан емес. Әрине мақтанамын олармен, өте жақсы, өте күшті нәтижелер көрсетеді оқушыларым, әрине оларды мақтан тұтамын. Бірақ сізге айтып жатқаным шабыт алу үшін сіздің де қолыңыздан келеді деген осындай жаңағы ниет қой. Сондықтан бөлісіп жатырмыз. Сөйтіп енді 50-70 жылдар, міне таптық маңызды сөзді. Енді бізде салыстырмалылық керек. Басқа өмірлік жолына қарағанда, басқа жылдары, өмірінің басқа жылдарына қарағанда, мына кісі 50-70 жылдары өте көп жаңағы туындылар, өнер туындыларын салған екен дейді. Ал енді іздейік. From the 50s into the 70s, O'Keefe traveled widely, making trips to Asia, the Middle East, and Europe. Flying in planes inspired her last two major series, aerial views of rivers and expansive paintings of the sky viewed from just above clouds. In both theories, O'Keefe increased the size of her canvases, sometimes to mural proportions, reflecting perhaps her newly expanded view of the world. When in 65 she successfully translated one of her cloud motifs to a monumental canvas measuring 6 meters in length with the help of assistants. It was an enormous challenge and a special feat for an artist nearing 80 years of age. Жақсы, салыстырмалылықты көріп тұрсыз ба? Мен көріп тұрған жоқпын, сондықтан ары қарай оқимын. The last 2 decades of the artist's life were relatively unproductive. Ал мында 13-ші greater quantity дейді. Қарама қайшылықты көріп тұрсыз ба? Өте көп сурет салды делінген тұжырымдамада. Ал мында соңғы 20 жылдары, 2 decades. Соңғы 20 жылдары жаңағы салыстырмалы түрде қарағанда онша қатты өнімді болған жоқ дейді. Unproductive болыпты, яғни өнімсіз болыпты. As in ill health and blindness hindered her ability to work. Жақсы, зағип болып қалыпты. O'Keefe died in 60 and age 98, but her rich legacy of some 900 has continued to attract subsequent generations. Жақсы, мұнда оның суреттерінің 900-і көрініп тұр. 900-і, бірақ бұл 900-і жалпы ғой, иә? Rich legacy of some painting has continued to attract subsequent generations of artists. Жақсы, бұл жалпы 900 картиналары екен. Бұл жерде айтылмаған, мынау 50-70 жылдар мүлдем жоқ, 50-70 жылдардан кейін дейді.
яғни мүмкін 86, яғни 61 нәрсесінші жылдар мен 86 жылдардың арасы дейді мына абзац. Сондықтан бізге керек емес, өйткені біз 50-ші 70-ші жылдарды қарастырып жатырмыз. Ол кісі 86 жылы қайтыс болды. 86 минус 20 ол 66. 66 мен 86-ның арасы мына абзац. Бізге бұл қажет емес, байқап тұрғаныңыздай. Сондықтан біздің жоғарғы абзацқа қайтадан жүгінеміз. When in 65, she successfully translated one of her cloud motifs to monumental canvas measuring 6 meters in length with the help of assistants. It was an enormous challenge and a special feat for an artist nearing 80 years of age. Жақсы. Жалпы, бұл жерде қарап тұрсаңыз, мүлдем салыстырмалылық жоқ. Яғни бұрын қаншама жаңағы суреттер салынды, осы өміріне дейін, осы 70-ші жылға дейін қанша сурет салынды, ал қазір осы 50 мен 70-тің арасында қаншама сурет салынып жатыр деген нәрсе жоқ. Бұл жерде айтпағы, ол кісі жаңағы тікұшақта отырып, белгілі бір шабыт алып, осы әуедегі көріністерді бейнеленгені ғана айтылған. Міне sky viewed from just above clouds, бұлттарды және де өзен көлдерді салған екен. Бірақ бұл жерде екі сериалы осындай өнер туындылары болған екен. Бірінші өзендерді салу және де үлкен жаңағы бұлттарды салу. Ал жалпы бұл жерде бізде көптеген жаңағы 50-ші жыл 70-ші жылдары көптеген басқа өмірінің жылдарымен салыстырғанда көптеген өнер туындыларын салды деген ақпарат жоқ. Сондықтан бұл не болады қайтадан? Not given болады. Мінекей, ешқандай қарама-қайшылық ақпарат жоқ. Бұл ақпаратты біз таппадық, ұзақ талдадық. Оның үстіне қарадыңыз ба? Ұзағырақ талдадық, өйткені сізге түсінікті болу үшін. Мен де өзім осы сұрақтың жауабын іздеп жатқан кезде ұзақ талдап кетсем, мен ойлана бастаймын, ай, осы not given ау деп. Себебі шынымен ұзақ уақыт іздей бастайсыз ғой. Мінекей, міне таптық. Барлық сұрақтың жауабы табылды. Өте жақсы, керемет жұмыс атқардық деген ойдамын. Осы видео сізге ұнап жатса лайк басып кетіңіз. Және де менің каналымда осылай апта сайын осы талдаулар шығады. Соңғы IELTS тест жинағының талдаулары шығады. Әрине 21-ші кітап шықты, бірақ мен осы 20-дан бастадым. 20-ны аяқтауға жаңағы мақсат қойдым ғой. Сондықтан мен ары қарай да 20-ны жалғастыра беремін. Бірақ мен болашақта да ең соңғы осылай IELTS 21-ші тест жинағын, одан кейін 22 шықса 22-ні де талдайтын ниетім бар. Сондықтан менің каналыма жазылып кетіңіз. Осындай талдаулар өте көп. Осы каналымдағы плейлистті бассаңыз, плейлистте менде осы IELTS 20-ші тест жинағының ағылшынша да талдаулары бар. Осы соңғы кезде қазақша талдап көрейінші деген белгілі бір ой келді. Сондықтан осы соңғы екі видео қазақша, жалпы менде 80% видеоларым ағылшынша IELTS бойынша. Соны қарап көрсеңіз болады. Осы IELTS 20-ші тест жинағының басқа reading сұрақтары бар. Тест 1, тест 2, тест 3, мынау тест 4-ші. Мінекей осылай талдаймыз. Сұрақтардың жауабы оңай дәлелденеді. Қарап тұрсаңыз, бұл жерде тек қана жаттығу керек, және де менің атап өткен осы жаңағы кеңестерім сізге көмектеседі деген ойдамын. Жаттығыңыз, осылайша көп үлкен ұпайларды алып отыруыңызға мен қатты сенемін. Қолыңыздан келеді. Себебі қаншама оқушылар осылай менің жаңағы кеңестерім арқасында жақсы ұпайларға қол жеткізіп жатыр. Бағана айтқанымдай, мына cases деген highlights'та көре аласыз. Менің өзімнің ұпайым 7,5 IELTS академиктен. Сондықтан егер сізге IELTS-тан немесе жалпы ағылшыннан деңгейіңізді көтеру қызық болса, сол жаңағы ағылшынды жалпы жетік меңгергіңіз келсе, осы менің инстаграм парақшама тіркелсеңіз болады, менің YouTube каналыма тіркелсеңіз болады. Және де егер сабақ алғыңыз келсе, мен жеке бір оқушымен ғана сабақ беретін ұстазбын. Сондықтан жеке сабақтар қажет болса, маған тікелей жаза аласыз. Осында директке жаза аласыз. Мен қуана сізге белгілі бір жаңағы байқау сабағын ұсынушы едім. Рахмет үлкен көргендеріңізге, осы видеоны толықтай көргендеріңізге үлкен алғысымды білдіремін. Және де осы ұнаса әрине лайк бассаңыз, нұр үстіне нұр болушы еді. Мен қуанып қалушы едім. Рахмет үлкен көргендеріңізге тағы да. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Рахмет.